Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Ораза айы баршаңызға мүбәрәк болсын. Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын, осындай дәмді әрі тойымды жиынтықтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше рецептімізді бастайық. Осылай ыдысымызға талқанды салып алып, үстінен ерітілген ыстық сары майымызды құямыз. Барлығын видеодағыдай толықтай араластырып аламыз. Осылай бізге қасықтың көмегімен араластырған тиімдірек, себебі массамыз әзірше ыстық. Барлығын осылай араластырып алғаннан соң, үстінен қойылтылған сүтімізді де құйып, оны да біріккенше жақсылап араластыратын боламыз. Рецептінің толық нұсқасын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын, сонда өтіп қарап жасай берсеңіздер болады. Осылай массамызды жасап алғаннан соң, өз қалауыңызша кез келген формада жасай берсеңіздер болады. Мен осылай видеодағыдай пішінде әзірледім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйіңіздегілерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ариана. Арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.